Тұрыңдар, сағат 8-ге 10 минут қалды. Балабақшаға кешігіп қалам. Апатай, ата, анашым. Қайырлы таң, көшегім. Түні бойы жұмыс істедің бе? Егер бұл жоба инвесторлардың көңілінен шықса, онда... Иә. Онда ұйқымызды жаңа пәтерде қандырамыз. Ескі әңгіме, 1000 рет естідім. Уф, белім ай, белім. Ай. Белім ай. Сабыржан дейм. Бүгін жұмысқа баруш медің? Дәл солай. Не ғып жатсың? Тұрмайсың ба тездетіп? Құдай білет, Айжан таңғы астелі дайындамаған шығар. Жуляны балабақшаға алып бару керек. Ана бала тағы түні бойы ұйықтаған жоқ қой. Түні бойы жұмыс істеді. Жылдам тұр дейм. Жуля, неше рет айтуға болады. Пешке менсіз жолама дегенім қайда? Таста, жүр, беті қолыңды жу. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бұл не? Сіздің саусағыңыз? Көріп тұрмын. Бұл шаң. Үйді қалай тазалағансың? Люстраны сүртпей тағы қалдырып кеткен шығарсың, е? Қазір сүртіп шығам. Жұлдызды бер. Люстраны жұлдызбен сүртпекпісің? Келе ғой күнім. Сүртіп қойғанмын. Кеше бәрін өзім тазалап қойдым. Саусағымды әдейі жумай ұйықтадым, саған көрсетейін деп. Бәрін өзім істеуге тура келеді. Күнде бір нәрсені айта беруден мен әбден шаршадым. Сен қашан адам боласың, Айжан? Сонымен, неге үндемей тұрсың? Мақсатымның тамағын дайындап қойсаңшы. Түні бойы жұмыс істеп әбден зорығып кетті. Анаңа бара ғой. О, Гүлпан? Қалайсың? Бәрі жақсы. Үйде тұз бітіп қалды. Бере тұрш. Жүр. Ой, құдай-ай, қайда жібереді осы? Естіп жатырсың ба? Біздің Айжанның ісі бар ғой, бәрінің орнын ауыстырып тастайды. Содан кейін іздеген затыңды тауып көр. Әй, Майра, мынау менің мантабаркам емес пе? Кімге бергенім есімде жоқ, үштігейлі жоқ, аумин. Сабыржан базардан көп қып алып қойған. Айжан! О, макетте тұратын болдық па? Керемет. Тұрыңдар, жуынып шайынып киініңдер. Менің әлі тамақ дайындауым керек. Айжан! Кешір. Айжан! Әке, тіс тазалап, шашын өру керек. Топ болады. Салдырлатпа. Сабыржан! Әй, Сабыржан! Анау телефоныңның үндін өшірші, әйтпесе телефоныңмен қоса балконын лақтырып жіберем. Ата, бүгін әжем ерекше мейірімді. Жалмауыз кемпір, мейірімді болушы ме еді? Қызым, мұна отырсың не? Бар мақсатты шақыр. Макс! Ау! Неге сонша айғайлайсың? Қасына барып, дұрыстап шақыр. Отыра бер. Туф, мына телефонды көтересің бе жоқ па, а? Ей, жаным сол.
Төтенше жағдай бөлімінің... Тамақты алып келейін. Алло! Қайда жүрсің, а? Ой, белім ай. Ай, мына әдетін қойдыра алмадым ғой. Қанша рет айтуға болады? 1045 рет айттым. Есікті аяқпен жаппа деп. Тыңдағысы келмейді. Мына келінге енді қалай айтуға болады, а? Орамалды неге лақтырдың? Иісі шығып кетіпті. Ал сен көтеріп жақсылап жуып қой, иісін солай кетір. Ал, неге тұрсың? Алда жу. Лақтырып жіберген шүберекті мен сатып алғам, есіңде ме? Өз ақшама. Біреудің ақшасын аяйсың ба, лақтыру оңай? Жей ғой. Макс Жуляны балабақшаға мені жұмысқа алып бар. Бастығымыз ертерек келем деген. Жақсы. Сағат неше болды? Қызым, мақсатқа неге жармасып қалдың? Түнімен жұмыс деп көз болса, анау қып-қызыл түні бойы кірпігілмеді, я балам? Ене, мен кешігіп барам. Ене демеш маған. Апа десең шапа. Жарайды, апа. Балам? Жоқ, балам айтқанын естіп отырсың ба? Апа деген сөзді айта алмай әрең айтты. Мен саған қандай жамандық жасадым, а? Жаным сол. Міне осылай айту керек. Үйрен. Апа дейді. Жаным сол. Апа. Естіп отырсың ба? Апа. Тіпті еріп кетесің ғой. Жаным сол. Баламнан үйрен. Алматы облысының төтенше жағдай департаменті подполковник Қадырбаев тыңдап тұр. Кім? Құп болады. Бастығың ба? Генерал екен ғой. Дұрыс. Құп болады. Әке, бәрі дұрыс па? Дұрыс болмай тұр. Төтенше жағдай болды дейді. Дереу, сол жаққа жетуім керек. Дұрыс болмай кеткірей. Әтірді сонша сепкенің не? Кім септі? Қандай әтір? Әтір деймісің? Бұл менің табиғи есім емес пе? Балам айтшы. Это же естественно. Шай құйшы бізге, қызым, өтінемін. Шай құйшы. Анда-санда кесемізге қарап қойсан қайтеді. Бос па, қалай? Су бітіп қапты. Қазір шай қойып келейін. Шайды қайта шығар. Апа, онсыз да кешігіп барам. Аида Болат қызы кешіккенді ұнатпайды. Балам? Естідің бе? Қайдағы жоқ Аида бәленше қызы, мына отырған сенен де менен де маңызды болып тұрғаны ма? Жоқ, балам, мұнысы тіптен шектен шығып барады. Соңғы кезде тіпті Айжан ештеңе істегісі келмейді. Еріншек болды әбден. Шай құюды әлі үйренген жоқ. Үйді де қалай болса солай жинай салады. Апалама дедім ғой. Мен де кезінде келін болғанмын. Таңғы сағат 6-да тұрып алатынмын. Еден тап-таза айнадай болып жалтырап жататын. Өтірік айтпаңызшы, апа. Өтірік айтпаймын, рас айтамын. Тіпті білесің бе, таңғы асқа мен 5 бармақ дайындап қоятынмын. Енем риза болып отыратын. Мынаны қалай жейсің енді, айтшы? Жатақханада тұрып жатқан жоқпыз ғой, а? Апа, мынауыңыз енді болмайды. Оның мінезін білесіз ғой. Оның мінезін не істейін? Мінез сондай екен деп үндемей отырайық па? Не тыныш? Әйгі, шайын қайда? Басым ауырып тұр ғой тіпті. Мына жұмыртқаңа түйіліп қалатын болдым. Bir шайды шығара алмай жүрсің бе? О, жарайсың. Қират, сындыр. Бәрін қират. Біреудің затын аяйсың ба? Күйіп қалған жоқсың ба? Әй, жарайсың. Кәне, қират, сындыр. Аяйсың ба? Біздің үйде шәйне көп қой. Олар бізге тегін келіп жатыр ғой. Әдейі сындырдың ғой, я? Шыныңды айтшы, а? Шайнегіңізді сатып алып берем, апа. Неге сен сатып алуың керек? Сындырған өзі сатып алсын. Болды, жетер. Доғарыңдар. Балам, ұмыттың ба? Біз құдаларды қонаққа шақырған жоқпыз ба? Не болыпты? Шайды неден құйып береміз, а? Ал онда банкіден құйып берейік. Сол шайнекті өзім-ақ сатып алып берем, апа. Мынаған қара. Шайнекті сындырып алып, менімен тағы қасарсады ғой. Макс, кешігіп барам. Ойбай. Келін, саған айтам.
Макс, жылдамдатсаңшы. Үлгереміз, көжегім, үлгереміз. Қашан біз бөлек тұрамыз, Макс? Басталды ма? Бұл жайлы мың рет сөйлесіп едік қой. Әкем мен шешемді тастап кете алмайым. Америкалықтар емессіңдер ғой. Үйдің жалғыз баласымын. Уақыты келгенде бәрі болады. Ол уақытқа қашан жетеміз сонда? Маған күйеуге шығарда не айтқаның есіңде ме? Қане, есіңе түсірші. Қандай болып едің? Бәріне көнем деп ант бергенің қайда? Шешеңнің осында екенін кім білген? Анам жайлы айтып отырғанын түсініп отырсың ба? Құбыжық сияқты айттың ғой. Жап-жақсы адам, түсінуге тырысып көр. Мінез бәрінде де бар. Екеуіңнің арақатынасыңа енді мен кірісуім керек. Үнемі анаңды жақтайсың. Анам болған соң жақтайым да. Ол менің. Мен оны жақсы көрем. Өйткені анам. Сені де жақсы көрем. Сен менің әйелімсің. Анамды көзімді ашқалы бері білем. Ал сені неше жыл? 7 жыл? Неше? 6 жыл? Жарайды. Олай болса шешеңнің қасында тұра бер. Мен құлдыққа келген жоқпын. Жарайды. Менікі дұрыс болмады, кешір, жарайды. Ұрыспай қойықшы. Көжегім. Ей, қош. Көжегіммен қоса, бара қой. Әке, егер анам басқа біреуге күйеуге шығып кетсе, сіз менің биологиялық әкем боласыз ба? Белбеуіңді тақшы. Қайдағын айтпа. Солай. Майражан, байқа еркелетпе, келіндерді білесің ғой. Сәл босаңсытсаң бол, төбеңе шығып алады, білесің? Күлпан-ау, мен жақсы болсын деймін ғой. Үйді тазалықты ұстап, үлкендерді сыйлап, қонақтарды қарсы алып үйренсін дегенім ғой. Ертең бөлек шыққанда маған әлі рахмет айтады, ұмытылмаса. Айтады. Мен саған бір құпиямды айтайын. Келін тіліңді алсын десең, анда-санда мынандай шапалақ беріп тұру керек. Білдің бе? Басымнан өткен. Енемнің шапалақ ауыр болатын жарықтық. Бірден көзім шайдай ашылатын. Масқара ғой, не дейді? Айтпақшы, Майра, құдалық есіңде мен саған сеніп отырмын. Жақсы саудаласушы едің ғой. Қойшы, есімде. Айтпақшы, қалың малға қанша сұрайсың? $10,000. $10,000? Иә? Рас па? Әкімнің қызын ұзатқалы жатырсың не ба бопты? Қатырасың. Білесің бе, берген ақшаларына төсек орын алайын дегенім ғой. Мына етін қанша? Тегін. Құдалықты ұмытпасаң болды, жарай ма? Рас па? Ұмытпаймын. Қане? Май алыпсың ғой. Иә, алдым. Жақсы. ұмытпаймын. Майра ұмытпа. Арзан ет. Майра ұмытпа. Жарайды. Намасте. Қайырлы кеш. Шайнек іздеп келдіңіз бе? Қайдан білдіңіз? Шайнектердің қасында тұрсыз ғой.
Білмей тұрмын. Егер енеме мына шәйнекті таңдасам, оған ұнамасы анық. Ал егер мына шәйнекті алсам, бұның да бір жері ұнамай қалады. Сондықтан қандай шәйнек болса да, әйтеуір біреуін алып баруым керек. Соның көңіліне шықсам болды. Түсініспеушілік пе? Ол мені ешқашан түсінген емес. Енеме жағу қиын. Ештеңе ұнамайды. Тырнақ астынан кір іздеп, маған тиісудің амалын тауып отырады. Айтыңызшы, сондай адамдарға қалай жағуға болады? Енеңіздің орнында болсаңыз не істер едіңіз? Білмеймін. Сізге не керек екенін тапқан сияқтымын. Мынауыңыз қымбат сияқты ғой. Бұл шәйнек сатылмайды. Бұл сізге сыйлық. Рахмет. Тәп-тәуір шәйнек. Ештеңе жақпайды екен осыған. Құдағи, сол үшін алып қояйық. Енді сіздерге бір оқиға айтып берейін. Әскери оркестрде істегенімде Ой, бастал. трубада ойнайтын. Трубамды қолыма алып, Майраның жатақханасына бардым. 2 күн бойы тоқтамай, 2 күн бойы тұрмысқа шығуға келісімін бергенше тоқтамай трубада ойнадым ғой. Иә. Ай, Сабыржан-ау, бұл оқиғаңды 1045 рет естідік қой. Ай, одан да құдағиға сөз берсеңші, Гүлсараға, иә. Құда болсаңшы да. Тыныш. Ал енді сөз кезегі. Өзі студент, өз комсомол, әрғарай қалай еді. Спортшы. Құрметті құдағиымыз Гүлсараға сөз беріледі. Рахмет. Айжан қайда? Айжан, қызым? Қызым? Ой, жаным. Қымбатты балаларым. Құдалармен бір шаңырақ астында осымен 6 жыл тұрып жатырсыңдар. Майра, Сабыржан құда. Сіздерге сол үшін үлкен алғысымызды айтамыз. Аядай жерге балаларымызды сыйғызып отырғандарыңызға үлкен рахмет дегім келеді. Солай емес пе, отағасы? Иә. Енді, балаларым, не деймін? Бақытты болыңдар, Мақсатжан, Айжан. Шыдамдылық, махаббат тілеймін. Кез келген қиын жағдайда біздің есігіміз ашық, орын жеткілікті. Қанша дегенмен үлкен жері ғой. Мен сіздерге көшіп баралам. Әрине, жарығым сол. Қатырады. Періште ғой. Ал қояйық, құдағи. Ал қояйық. Алып қойыңыздар, иә. Құда болсаң, шыда дейді. Болды. Сабыржан, енді құда тамақ ішсін да, ұят емес пе? Үсті-үстіне ішіп не көрінді? Негізі әйел еркектің сөзін не кетпей орындау керек. Қазір Майраға бұрышқа тұр десем, жүгіріп барып тұра қояды. Қой, қайдағым айтпай. Маған сенбейсің бе? Құда, сенбейсің бе маған? Майра, орныңнан тұрып бұрышқа бар. Біз сізге сенеміз, Сабыржан, керек емес. Бұрышқа тұр дедім, бұрышқа! Есің дұрыс ба сенің? Бұрышқа тұр дедім ғой. Қойсайш. Міне осындаймыз. Ішіп алсақ, ұятсыз. Қазір. Қойсайш, Сабыржан енді. Міне ішіп алсақ осындай жынды. Ойнал!
ойбай ұят болды, ва. Ал тұрдық. Еркін тұр. Ай, құда. Саған не жоқ? Шай құй. Міне, құдағи, 1045 рет үйреттім. Мынандай қылып шай құймайды деп. Үйренгісі келмейді. Мынау шайың не енді, қызым-ау? Мынауыңды қалай ішеміз? Жап жақсы шай апа. Сен өзіңе жақсылап құйғансың, алмаған қалай болса солай. Олай болса менің шайымды алыңыз. Ішемін. Пісімлә. Құдай сақтай көріп, пісімлә. Ей! Бәрекелді. Жер сілкінісі. Демек, төтенше шақтай. Сіздер кешіріңіздер. Мен жұмысқа баруым керек. Олай болса, біз де жиналайық. Қайтайық, бәйбіше. Қайтыңыздар. Ал сен дастарханды жина. Макс, ата-анамның үйіне көшейікші. Ол жайлы сөйлесіп еді қой, қайын жұрттың қолында тұрмайын. Бәрі түсінікті болды. Тоқта, сұра тұр. Нені түсіндің? Білесің бе? Меніңше, Жуля екеуміз сенсіз көшетін сияқтымыз. Көштірем сендерді. Ақыр сондай шешімге келсең, мен қонақ бөлмеде ұйықтаймын. Жуляны балабақшаға алып баруды ұмытпа. Мерейтойыңмен. Өзім ақсатып алып берем сол шейнек таппа. Апа, онсыз да кешігіп барам. Аида Болат қызы кешіккенді ұнатпайды. Жап жақсы шай, апа. Бәрін өзім істеуге тура келеді. Күнде бір нәрсені 1045 рет қайталап айту керек. Люстраны сүртпей қалдырып кеткен шығарсың, солай ма? Сен қашан адам боласың, Айжан? Қашан бөлек шығамыз, а? Әке, Ау, бала бақшада бір бала не айтқанын білесің бе? Екеуміз өскенде үйленейік дейді. ал керек болса. Және бөлек тұрамыз дейді. Бірақ анам оған сенбесін деді. Анаң айтып бар. Сену керек. Ұлдарға. Ал кеттік. Ай, денем ауырып тұрған несі. Кеше ішпеген едім ғой. Неге сүйектерім сырқырап барады? Ой, белім ай, ауырып барады. Ой. Бүгін қайта демалыс болып жаным қалды. Бұл не?
Бисмилля. Бисмилля. Жоқ, бұл мен емес. Ойбай, жоқ, ойбай. Мүмкін емес, бұл мен емес қой. Мен емес қой. Жоқ. Көмектесіңдер. Жоқ. Мүмкін емес. Бұл мүмкін емес. Жоқ, Сен мен кімсің? емес. Сіз менсіз бе? Шайтан! Жоқ, сіз. Менсіз бе? Жоқ. Мүмкін емес. Маған не істеп қойдыңыз? Не? Мен саған ештеңе істеген жоқпын. Сенің ісің ғой. Шыныңды айт, сен бе? Мен сізге ештеңе істеген жоқпын. Мен де саған ештеңе істегем жоқ. Онда мына тұрымыз не? Бұндай болмайды ғой. Бұл мүмкін емес. Бетімді жіберіңізші. Бұл менің бетім. Не істесем де өзім білем. Бұл мүмкін емес қой. Тіпті сене алмай отырмын. Бұл мүмкін емес. Ей, жылай бермеш. Кішкентай қыз емессің ғой. Бұл мәселені жылдам шешуіміз керек. Бисмиллахиррахманиррахим, бисмиллахиррахманиррахим. Пәле жаладан сақтай көр, Халас. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ойбай. Алла, кешіре көрші мені. Мантаварка ұрлағаным үшін кешір. Жалынам. Әй, күлпан, қаншық. Бисмиллахиррахманиррахим. Таптым, мен білем, таптым. Я. Мен жаңа бір кино көріп едім, ресейлік. Қане, мүмкін көмектесер. 1, 2, 3. Ай, белім ай. Ай, басым. Киген шолықтары әбден созылып кеткен. Апа? Не болды? Біз бе? Ештеңе? Мынау не айналайын, келін екеуің кальян шеккенсіңдер ме? Үйдің бәрін бұрқыратып. Сабыржан, сен қайда болдың? Түнімен қаңғырып. Әй, қызым, сенің менде не жұмысың бар? Қайда бардым, қайда қондым? Жұмысың болмасын. Жұмысым болғанда қандай? Тоқта. Сіздер киімдеріңізді ауыстырып алыңыздар. Біз де ауыстырайық. Шай ішейік, иә? Бәрі де дұрыс. Енді қайттық. Мүмкін айту керек шығар. Сен не? Есің дұрыс па? Жындысың ба? Сен еді ғой дейсің бе? Жындыханадан бірақ шығайын деп тұрсың ба? Қысқасы, ештеңе болмағандай жүре тұрамыз. Түсіндің бе? Бүгін біз шай ішеміз бе жоқ па? Рахметіңіз. Қазір бәрі болады. Не болды соншама? Таза қазақша сөйлейін дегенім ғой. Сөйле, бірақ маған тиісуші болма. Рахметіңіз. Тоқта. Не болды? Лимонға аллергияң бар емес пе? Осыған дейін қадағалауым керек пе? Аллергия де. Жап-жас шағымда. Болмайтын нәрсеге аллергия де. Ал менің белім ауыртқанда шыдатпайды. Өз-өзіңе сонша салғырт қарағанның себебі ғой. Асқынып кеткен. Сен май жағып бедің? Қандай май? Жастығыңның астындағы май. Неге олай дейсің? Өте сымбаттысың. Сымбаттысыз.
Сымбатты деп мына сенің денеңді айтуға болады. Екеуіңіз де сымбаттысыздар. Негізі сіз өз-өзіңізге қарап жүретінсіз. Беліңіз ауырып, өзіңізге қарауға шамаңыз болмай жүрген шығар. Қысқасы сен бар ғой. Сіз. Біз. Тыныш шай ішейік. Ал біз не істеп отырмыз? Я. Шай құйшы. Тек жақсылап құй. Апа, қайта басталды ма? Бастаған жоқпын. Әрі қарай жалғастырудамын. Жалпы, өзімен өзім болуға кедергі жасамаңдаршы. Сенде бәрі дұрыс па? Я. Рас па? Я. Бүгін бір түрлі болып отырсыз ғой. Енді ұзаққа созылмайды деп ойлаймын. Жақсы болса жақсы екен. Бәкең мені бүгін баняға шақырған болатын. Менің заттарымды дайындап қойсаңыз жақсы болар еді. Не? Тағы шетін болдың ба? Байқаймын. Бүгін кіші жүз құтырып тұр ғой, Макс. Сен... Жарайды, мен өз бөлмеме кеттім. Сонда тыныштықта тамақтанам. Макс! Макс! Бүгін қолың бас па? Моншаға барып келейік. Анау әңгімеңді аяғына дейін айтпадың ғой. Не болғанын білейік. Дайын ба? Я. Міне, Сабыржан, дайын. Заттарыңызды алыңыз да, қалаған моншаңызға барыңыздар. Жолыңыз болсын. Я. Кешіректеу келсем бола ма? Жақсы. Таңертең бірақ келем деймін. Жақсылап демалып қайтыңыз. Таңертең келем, я? Жолыңыз болсын. Алло, сіз бақсысыз ба? Телефоныңызды Күлпан берген. Айтыңызшы, егер адамның жаны басқа адамның денесіне ауысып кетсе, не істеуге болады? Жаны деймін. Туф! Айтып тұрмын ғой, адамның жаны басқа денеге кірсе. Кім ішкен? Мен ішкен жоқпын. Кетші бар, кәрі қақпас. Мен бірдеңе тапқан сияқтымын. Не таптың дағы? Міне қараңыз. Ежелгі үнті антикварлық шәйнегі 17 ғасырда бұл шәйнекті дуа жасауға пайдаланған екен. Аңыз әңгімелері бойынша тұтқынға түскен қолбасшы осы шәйнектің көмегімен басқа адамның денесіне жаны ауысып қашып шығады. Бәрі осы шәйнектің кесірінен. Өзім де солай ойлап едім. Бәріне сен кінәлісің. Не қып отырсың? Бар шай қой. Маған осы шәйнек бірден ұнаған жоқ. Үйге неге алып келдің? Енді дәл осылай боларын кім білген? Қазір бұл шәйнектен қайта шай ішемізде бәрі өз орнына келеді. Тағы толтырып құйды. Осындай жағдайда отырып ол жайлы қалай ғана ойлайсыз? Дайынсыз ба? Иә. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, кеттік. Бері кел.
Орнымызды ауыстырып көрейік. Жақсы. Бісміллә. Ене, маған бір жақсы ой келді. Ай, белім ауырып барады. Сізге айту оңай. Ой, апай, отыра қойыңыз. Рахмет, қызым. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Намасте. Қайырлы күн. Ер адам бар еді. Я, менің көкем болар. Ол кісі қайда? Жолға шығып кетті, 2 күннен кейін келеді. Енді қайттық. Ойбай, біттік. Саят Салықұлы. Бағамды қойып беріңізші, өтінем. Шыршаларды ауыстырдым. Саят Салықұлы, өтінем. Барымды салдым. Түні бойы ұйықтаған жоқпын. Бағамды қойып беріңізші. Саят Салықұлы, өтінем. Қайырлы күн. Айт. Сонымен не алып келдің? Міне. Тамаша. Сөз жоқ, қалай құрастырасың өзі, Бір түзу сызық жоқ қой шіркін. Осыған жарты жыл болды ма? Иә. Талант. Менің басқа айтар сөзім жоқ. Саят Салықұлы, негізі бұған бір себеп бар. Бір мәселелер туындап қалды. Ауырып қалдың ба? Әлде басқа мәселе ме? Сол. Отбасылық па? Иә. Шынын айтсам, бұл макетті бір түнде жасап шықтым. Әйтпесе, бұлай болмайтын еді. Бұл антенна. Түсінікті. Бір түннің ішінде бұдан да жақсы макет жасауға болар еді. Келсем. Кімге көрсететініміз есіңде ғой, иә? Иә. Қанша уақыттың қалғаны да есіңде шығар. Иә, есімде, бір ай. Архитектураның не екенін ұмытып қалған жоқсың ғой. Ескірген ән. Шәйнекті тықтың ба? Ай! Мұнда не істеп жүрсің? Қызым! Сабыржан? Ой, әке? Қалай еді өзі? Қайырлы түн тілейін деп келгенім ғой. Анау, жағатын майды берші. Рахмет. Қайырлы түн. Мақсат, сен қайда кеттің? Не? Қонақ бөлмеде ұйықтап жүргенім есіңде ме? Бұның не? Желдің өтемес бе? Ауырып қаласың, орныңа жат. Түсінбедім. Қалайым ба? Әрине.
Шын айтасың ба? Балам, сөзді қойды жат. Балам деп қояды. Сыйлығымды ашып көрдің бе? Жоқ. Ашып көр. Балам деп қояды. Күшімді көрдің бе? Міне. Масқара! Ұят емес пе? Мынауың не? Көзіңді құрт. Қане, диваныңа жат. Шық бөлмеден. Қарыңды батыр, қане. Сұмдық ая, сұмдық қой мынау. Масқара! Кет дедім ғой саған. Шық бөлмеден жылдам. Апа, тұрыңыз. Жарты сағатта жұмыста болуыңыз керек, естіп жатырсыз ба? Қайдағы жұмыс? Ешқайда бармайм. Одан да шайыңды қой. Неге бармайсыз? Егер осы жолда кешіксем, Айда болады қызы мені жұмыстан шығарып жібереді. Ештеңе етпейді. Басқа жұмыста барсың. Апа, деймін, өтінем, тұрыңызшы. Мен ол жұмыста 3 жыл істеп келемін. Қалай түсінбейсіз? Лауазымым да жоғарылап келеді. Мен де түсініңізші. Жоқ деймін. Бармайым дедім ғой. Неге қақсап қалдың? Одан да бар, шайыңды қой. Солай ма? Жарайды. Олай болса Күлпанға қоңырау шалып, мантаваркасын ұрлап алғаныңызды айтып қоям. Ой, айта бер, қорқытқан түрін қара. Жақсы. Алло? Күлпан, сәлем. Қалың қалай? Күлпан, есіңде ме, мен сенен мантаварка алып едім ғой. Ең бастысы, сабырлы болыңыз. Егер бірдеңені түсінбей қалсаңыз, басыңызды изей беріңіз. Жымайып жүруді ұмытпаңыз, жарай ма? Я. Мен осында болам. Айда Болат қызы келе жатыр, жылдан барыңыз, өтінем. Мені жерге қарата көрмеңіз. Сәлеметсіз бе, Аида Беленшеевна? Айжан, қазақша жақсы сөйлейді екенсің ғой? Енді қазақ емеспіз бе? Қайырлы күн, көмегім керек пе? Қайырлы күн, жоқ, әзірге керек емес. Керек болса шақырам. 106 мың? Бұл дүкеннің бағалары осындай. Не істеп тұрсың? Сәкен Жақсыбаевты көрмей тұрмысың? Мынау жарамайды. Сәннен шыққан. Келгеніне 2 минут болды, көмегіңді ұсын, жылдам қасына бар. Неге мен баруым керек? Жылдамдат. Жұмысыңа кіріс. Сәннен қалған, болмайды. Сәлеметсіз бе?
Кешіріңіз, вискоздан тігілген кардиганыңыз бар еді. Ханым бізге кардиган, естіп тұрсыз ба мені? Иә. Не дедіңіз? Вискоздан тігілген кардиган керек дейм. Иә, қазір. Кешіріңіз, жаңадан келген болар. Негізі вискозадан тігілген кардиган сізге өте жарасады. Кардиган, вискоз дейме? Вискоза? Міне мынау вискоза. Премиум сапалы вискозадан тігілген деңіз. Суреттер ме? Міне, жақсы кардиган. Премия дейді. Слимдарыңыз бар ма? Қазір. Слив дейді. Әй, сізде лимфит деген шығар, бар деңіз, бірақ седеп түстесі ғана. Бар. Себет түс қалды дейді. Седеп түстесі деп айтыңыз келген шығар мүмкін. Солай дұрыс болар. Себет түстесі деді. Көрсетсеңіз дұрыс болар еді. Жақсы, қазір алып келем. Міне, көрсете беріңіз, мен қоймаға барып келейін. Қазір сіздің өлшеміңізді алып келеді. Әзірге мұнаны көре тұрыңыздар. Жаман емес, бағасы өте жақсы. 400 мың екен. Менің жеңілдігіммен санағанда тіпті тегіндеуге болады. Не? 400 мың? 400 мың? Не дейсің? Одан да базарға барып, біраз киім алмайсың ба? 100 есе арзан ғой онда. 1045 рет киім алуға болады. Сонда мына киімдер базардан ба? Әрине. Қазір базар деген барлық қалада бар ғой. Бәрі Қытайдан келеді. Сәкен, сен біліп бедің? Анжела. Біле тұра осында әкелдің бе? Анжела, тұра тұр. Сен дұрыс түсінбедің. Менің қандай кінәм бар? Анжела, бұлардың киімді базардан алатын қайдан білейін? Неге кетіп қалды? Естерінен ауысқан ба? Анау ақымақ мұна шүберекті 400 мыңға сатып алмақшы болды. Ол емес, сен ақмақсың. Мұныңды қалай түсінуге болады? Дүкенімнің беделін қайдағы жоқ боқмұрын қызға болады. Сүргім келмейді. Ей, боқмұрын. Алдымен өзіңе қарап ал. Түсіндің бе? Боссың. Қиын бопты. Заттарымды жинайын. Сәлем, Настя. Седеп түсте слимфит қай жерде тұра? Сіз кімсіз? Мен Айжанмын ғой. Мен тонауға кірген жоқпын. Көмектесейін дедім ғой. Неге түсінбейсіз? Жіберіңізші, мені өтінем, қолымды ауырттыңыз ғой. Есікті білемін. Шығатын есікті өзім табам. Апа. Жүр кеттік үйге. Жұмыс уақыты біткен жоқ қой. Мені шығарып жіберді. Сені дегенім ғой. Не? Үлкендерді сыйламайтын боқмұрынға жұмыс істемейтін болдың қайта. Не істедіңіз, апа? Түсініп тұрсыз ба өзі? Не істесем де өзім білем. Маған қайта рахмет деуің керек. Не үшін? Не үшін рахмет деймін? Менің өмірімді құтқаныңыз үшін бе? Мынаған қара. Күлпән дұрыс айтқан екен. Анда-санда саған шапалақ беріп тұру керек екен. Қайдағы шапалақ? Міне, мынадай. Солай ма? Рахмет сізге. Майра? Майра не болды? Сабыржан өліп қалды ма? Жоқ, о не дегеніңіз? Жоқ. Қызым, қазір. Коньяк алып келші, бол. Ой. Қазір. Мынаны кішкене іш. Қане, кішкене. Іш. Жоқ, Іш деймін, іш. Қане, ше ғой. Қалай, жақсы болды ма? Жоқ. Тағы кішкене көрші. Кел. Ал. Ой, жарайсың. Қалай?
Ой, баяғы сол келінің бе, солай ма? Айтып едім ғой, анда-санда оларға шапалақ беріп тұру керек деп, әйтпесе басқа шығып кетеді. Ойбай, мынауың не? Не істесем де өзім білем. Қане, шеш мынауыңды, жұрт не айтады? Жұртыңыз не айтса, оны айтсын. Маған бәрібір. Қайда жиналдың, а? Мен кеттім. Менің денемді қалдыр да, қайда кетсең онда кет. Ішімдік ішкенсің бе? Маған ішуге болмайтынын білесің ғой. Ол сізге болмайды. Ал маған болады. Қане доғар. Бұл киіміңді ауыстыр. Ашық-шашық түріңді біреу көрсе ұят қой. Көрген бұлай тұрсын, қазір бәрі естейді. Адамдар, менің атым Майра. Қазір өзім жайлы шындықты айтамын. Мен әлемдегі ең сұмырай енемін. Мейірімсіз мыстанмын. Мен ақмақпын, мен жынды енемін. Тыңдамаңыздар оны. Ол өте жақсы ене. Сымырай келін, мына мен. Өзім секілді келінді дұшпаныман әтілемес едім. Түрімде ит балықтан аумайды. Мен көкбетпін. Ал мен ақымақпын. Мен жаман адаммын. Отыр деймін саған. Жіберіңіз мені. Қой дедім ғой саған. Жіберіңіз деймін. Қой дедім ғой саған. Қоймаймын, ал Қой қоймаймын. Қоймаймын енді. Солай ма? Мынауыңыз не, а? Со жаңа көйлек еді ғой. Мен бұны бір-ақ рет. Мен бұл көйлекті тұра тұрыңыз. Көрсетейін сізге. Тоқта деймін. Майра тәте, Күлпан тәте сізді құдалыққа шақырды дейсіз бе? Ал мені шақырған жоқ. Ей, сен қайда жүрсің? Міне, мантаваркаңыз қалай? Ұнай ма? Мынау не? Тату ма? Қазір саған көрсетейін. Не? Солай ма? Қазір. Онда мен... Не істеп жатырсың? Қой деймін. Сабыржан жанымды шығарады ғой. Бер деймін. Бер деймін телефонды. Міне сізге телефон. Ал, міне саған. Лақтырмаңыз, өтінем. Міне саған. Енді біттім дей беріңіз. Не ойлағаның бар? Есіңнен адасқаннан саумысың? Есің дұрыс па? Менің аллергия бар емес пе? Есуас! Нағыз есуас! Бұл үйде не болып жатқанын біреу түсіндіре ала ма? Айжан. Иә, Макс. Апа, тұра тұрыңызшы. Сөйле. Шындықты білгің келе ме? Иә, айт. Отыра ғой. Осылай ыңғайлы. Балам, мен сені жақсы білем ғой. Қайдағын айтпашы, түсіндір. Мынау бастың. Қайдағы жоқ, шәйнекті алып келіп, содан шай ішкен түріміз мынау. Екеуміздің жанымыз ауысып кетті. Мен сенің әйелің емеспін. Мен сенің анаңмын. Неге бақырайып отырсың, өтсіңші? Иә, Макс, бәрі рас, тура солай болды. Ал, айттым ғой саған, бізге бәрібір сенбейді. Ал енді,
Мен айтайын. Бір отбасы емеспіз бе? Сіз менің анамсыз, ал сен менің әйелімсің. Әкем ол, әкем. Құдай, Алла, Будда, Христос, Қасиетті Богородица, Дева Мария, аспан тәңірі жаратқан. Егер мені естіп тұрсаң, анам мен әкемді ажырата көрме. Олар әрқашанда бірге болсыншы. Не болса да, кәмелеттік жасқа толғанға дейін күте тұрсыншы. Және айфон алғым келеді. Кешірші бізді. Кешіре қой бізді. Бәр жақсы ма? Сендер мені ұмыттыңдар. Мен ғой кінәлі. Кешіре қой, қызым. Мені де кешір. Төтенше жағдай болып қалды. Есімнен шығып кетіпті. Бұған кім кінәлі екенін білесің бе? Бәріне мына мен кінәлімін. Жақсы ана бұлай істемес еді. Келінде болып жарытпадым. Үнемі бәрін ұмытам да жүрем. Жоқ. Бәріне мына мен кінәлімін. Айжанның қыр соңына түсіп алып, оған күн көрсетпей, оны кінәлаудан басқа ештеңе білмеймін. Болды. Апа, әже, жетер, ұрса бермеңіздерші. Біздің жеке жасушаларымыз қайта қалпына келмейді. Жуля, кешірші бізді, қызым. Түсінесің бе, отбасымыз қазір қиын кездерді басынан кешіп жатыр. Сіздердің ұрыстарыңызда мен де шаршадым. Әкем мен атам да. Жақын арада бұл мәселені шешуге тырысамыз. Бізді кешіресің бе? Достас, араздаспа босқа. Ұрыспа бостан босқа, егер төбелестен, мен тісте балам. Ондай тістер менде бар, кірпішпен ұрамын, кірпіш қаққа бөлінді, достықтың күші мықты. Жүре қой, қызым. Жарайсың. Бәріне кінәлі мына біз. Иә, біз. Майра, маған ренжіп қалғаннан саумысың, а? Аш есігіңді. О, Күлпан, сәлем. Үй, Сабыржан. Қалайсың? Сабыр, құдалыққа дайындалмайсыңдар ма? Қайда жүрсіңдер? Жылдам, бол, шешен қайда? Болыңдар, бол. Киініңдер, болыңдар. Тез киінсеңдерші, киін. Болыңдар дейм. Айналайын, ау, қайда жүрсің, а? Уайымдап болдық қой, телефондарыңды да көтермейсіңдер, дайынсыңдар ма? Қайда дайынсыңдар ма? Қандай емес? Құдалық жылдам. Мұналарын қатыра дей, жылдам кейін. Құдалыққа дайынсыңдар ма? Қандай құдалық? Білмеймін. Кіреге, жүр. Айтқаныма 1 жыл бол демес пе? Түсінбедім. Қысқасы, көмектесу керек. Ол менің құрбым ғой. Қалың малына көмектесу керек. Менің қолымнан келе ме? Киім сатып жүрген жоқсың ба? Иә. Дайынсың ба? Күлпән әбден қобалжып бітті. Не, ұнамай тұр ма? Тура осылай әдем бола алам деп ойламаппын. Демек ұнайды ғой. Ұнайды. Енді барымды салдым.
Мен айттым ғой, ет әкелгенде бәрін мүшесімен. Барлығын мен қалай айттым, тура солай істе, білдің бе? Құдалардың алдында ят болмасын. Сонша ақша төледік қой. Балалар бүлдіріп алмаңдар. Болыңдар, жылдам. Қонақтарымыз да келіп қалды. Болыңдар. Күлпан. Не? Менің не істеу керек екенімді қайта есіме салып жіберіңізші. Майра, мұныңды қалай түсінуге болады? Құдалардан көбірек деу алсаң, саған содан үлесі бар деп айтып едім ғой. Саған не болған? Жоқ, енді мен барымды салып, тырысып көрем. Әрине, басқа малың жоқ. Құдалар қайда жүр? Әбден мазам қашты. 2 сағатқа кешікті, сыйластық дегенде білеміздер. Маған мұндай құда керек емес әрине. Тіпті сөзім жоқ. Мына неге барасың ғой, құда. Жұмысқа шақыртып жатыр. 2 жас бақытты болсын. Танысқаныма қуаныштымын, құдағи. Рахмет. 2 жас бақытты болсын. Көкеміне микрофонға. Құдаға бір қол соғыңыздар. Ал енді, қадірменді ағайындар, мына үлкен астың алдында құда болғаннан кейін біздің құдағиға деген бір кішкентай сыйымыз бар еді. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ал құдағи, мынау сізге. Бүтіндей америкалық доллардың 1000 бар. Санап алыңыз. Құда, сізге сенем ғой. Теңгемен қанша болады? Біраз болып қалады. Құда, мынауыңыз аванс болар? Негізі құдағи, бұл толық төлем. Шамамызға қарай дегендей, солай емес пе? Дұрыс. Сіздің шамаңызды бәріміз жақсы білеміз ғой. Құдағи, базарда тұрған жоқпыз ғой. Дұрыс па? Солай ғой дейм. Құда, білдей кәсіпкер емессіз бе, а? Құдағи, кәсіпкер ғай қызметкер емес. Ақша күнде түспейді. Біле білсеңіз, Айгүл тамақты өте дәмді даярлайды. Негізі, тамақ пісіру келінің қолынан келу керек қой. Солай емес пе? Ал Айгүл 2 жоғары оқу орнын бітірген. Құдағи, бала туу үшін дипломның керегі жоқ. Сондықтан менің ойымша беріп жатқан ақшамыз жеткілікті. Солай емес пе? Дұрыс, құдағи. Жеткілікті. Ал енді сол 2 бала үшін тағы бір жақсылап тұрып ал жіберейік. Қанекей, ал қояяқ. Ал кеттік қане. Тұрыңыздар. Тоқтат. Сіздер не? Кедейден қыз алып отырмыз деп келдіңіздер ме? Бұл қыз жай қыз емес. Құдағи. Айгүлжан, қане тұра ғой. Тұр. Қорқпа. Қане? Шық. Шыға ғой, я? Матасы жақсы екен. Құрметті құдалар. Мен сіздерге осы жылдың той маусымының жаңа топтамасын ұсынамын. Арнайы сіздердің отбасыларыңыз үшін ерекше жалғыз дана. Жақсы. Апа, ертек айтып беріңізші. Ертеде қар ханшайымы болыпты. Бұл ертегі қызық емес. Онда саған айтар ертегім қалмады. Ойдан құрастырып айтып берші, өтінемін. Ертеде ешкі жүні бөртеде сұмырай келін мен
Мейірімі мол ене болыпты. Бір күні жауыз келін енесінің жанымен ауысып, денесіне кіріп алады. Бірақ мейірімді енесі оны жеңіп, денесін қайтарып алады. Сөйтіп келінен өшін алады. Бітті. Енесі тіпті мейірімді емес қой. Неге? Себебі ол өшін алды. Олай тек жағымсыз кейіпкерлер істейді. Ертегі ұнаған жоқ. Ұйықтай ғой жаным, ұйықта. Апа, енді мені ұмытып кетпеңіздерші. Жоқ жаным. Айтпақшы, сенің қасыңда көбірек болу үшін тіпті жұмыстан да шығып кеттім. Неге? Жұмысың өзіңе ұнаушы еді ғой. Қызметіңіздің жоғары бағаның күтіп жүредіңіз ғой. Ұйықтай ғой жаным, ұйықта. Майражан, бергеш. Бергел дейм, кеш енді. Мен саған ризамын. Сен маған 2 бөлмелі үй алып бердің ғой. Мен де өз сөзімде тұрдым. Мәне, $1100 саған. Бұның не керек еме? Қайдағын айтпа. Болды, ала қой. Өзіңізге керек қой. Айтпақшы, мантаварканы ала бер. Бердім. Айтпақшы, караокеге бармайсың ба? Жоқ. Жарайды. Ей, құда, қайда барасың? Құда! Сәлем. Сәлем. Қалай өтті? Ой, жақсы. Бәрінен сенің анаң риза болатын болды. Мен риза болып отырмын дегенім ғой. Өте жақсы. Бастысы, сен риза болсаң болды, апа. Айтпақшы айтарым бар еді. Я, айта бер, Макось. Айжан мені солай атайды. Я. Иә, соңғы кезде бір-біріңе қатты ұқсап кеттіңдер, бір түрлі екен. Айжан екеуміз ұқсаймыз ба? Қоя ғой, жоқ. Апа, Айжанмен ажырасам. Неге? Солай. Саған айтқанды жөн көрдім. Бәрі түсінікті. Солай деп шештім. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па дейм? Дұрыс? Мені Күлпән тәтеңнің тойлап жатқан караокеына жеткізіп салшы, мені күтіп отыр. Кеттік. Тоқтаңыз деймін. Мен Майра емеспін, мен Айжанмын. Мен де ол жігіт емеспін. Мені біреумен шатастырып тұрсыз. Айып етпеңіз. Өтірік! Ай, белім. Ятыңыз бар ма сіздің? Бұл масқара ғой, сіз өзі кімсіз? Ой, мен осының бәрін енеме айтып барамын.
Апама дегенім ғой. Сен мұнда не істеп жүрсің? Аида Бәленше қызы. Болат қызы. Айжан, менің сізге келген себебім, негізінде кешірім сұрауға келдім. Қайырлы түн. Кешіріңіз мені. Бәріне менің енем кінәлі. Түсінбедім. Иә, соның кесірінен сіз мені жұмыстан шығарып жібердіңіз. Енеме жағу тіпті мүмкін емес. Ештеңе ұнамайды. Білесіз бе, ол болмайтын нәрсеге бола ұрыса береді. Тамақ істегенімде ұнамайды, кір жусам да ұнамайды, шай құйғанымда, үй жиғанымда ұнамайды. Енемен ұрысып, ашумен келіп, сіздің көңіліңізге тидім. Енді бұдан былай қайталанбайды деп өде берем. Менің енем секілді адаммен тұру қалай екенін ешкім түсінбейді. Түсінгенде қандайым. Мен сені жақсы түсінем. Менің енем күні бойы істеген тамағымды қоқысқа лақтырып жіберетін. Иә. Менің енем анау сасыған орамалдарды жоғысып қоятын. Сасып кеткен орамал кімге керек? Лақтырып жаңасын алуға болар еді ғой. Иә. Аяғының есімін көп жүрет, маған сол аяғын жоғызады ғой. Жоқ. Әй, Аида, тезірек болсай, аяғымды қашан жуасың сен? Түннің бір уақытына дейін қайда жүрсің? Мына бала шағаның тамағын дайындау керек. Түф, қақсата бермей, қайдасың өзің? Сен ертең жұмысқа шық. Саған жұмысты қою керек қой. Қызметің жоғарылады. Неменеге керек осы? Менен Әйел адам шампан. үйде отыру керек қой. Байының түрі анау, былжырап қалған. Ертең енем жайлы айтып Менің берем. түрім мынау, қаусырап қалған. Болды, бара ғой. Ай, жұрттың келіндері алтындай осы. Сыйлап тұрады енесін. Болсаңшы енді, аяғымды жу. Әбден күттірдің. Апа, бүгін Сабыржан әкені мейрамханадан бөтен әйелмен көрдім. Қалай, әдемі ме екен? Сізге жетпейді әрине. Ал сен неге жылап отырсың? Мақсат менімен ажыраспақшы. Ой, Айжан-ай. Кешірші мені. Бәл іздеп саған тыныштық бермей, ақыр аяғы мынандай болды. Өз өмірімді жөнге келтіре алмай жүріп, сендерді әбден мазаладым ғой. О не дегеніңіз, апа? Сіз қайта мені кешіріңіз. Бәріне кінәлі мен. Жақсы келін бола алмадым.
Бірақ менің бір түсінбейтінім, неге маған үнемі ұрыса бересіз? Енді іш пыспасын дегенім ғой. Не дейсіз? Шын айтасыз ба? Апа! Егер шындықты айтсақ, анау шайнекті әдейі сындырдым. Енді қызық болсын дедім. Іш пыспасын дегенім ғой баяғы. Солай. Айтпақшы апа. Құдалықты өте жақсы атқардық. Күлпән тәте риза болды. Риза болмағанда, оған еш күмәнім болған жоқ. Айтпақшы, білесің бе, мен Аида бәленше қызына барып келдім. Сосын? Енді ертең жұмысқа шығатын болдың. Рахмет! Сабыржан. Папа. Қызым, Майра жатты ма? Иә. Жақсы болған екен. Сіз қайдан келдіңіз? Мен бе? Сен. Түсінбедім. Сіз. Мен жұмыспен жүрдім. Жұмысымның қандай екенін білесің ғой. Біліп отырмын. Майра бәрін айтып берді. Кіммен және қай жерде жұмыс істегеніңізді. Қызым, сен үлкендермен қалай сөйлесесің, а? Ұят емес пе? Әйеліңіздің көзіне шөп салу ұят емес пе? Бұл Майра екеуміздің шаруамыз. Араласпа. Балаларды ойладың ба? Не болады? Мен сені жақсы көріп едім. Не? Апам сізді қатты жақсы көреді деймін. Ой, тамаша. Иә, сәл жоғары. Ой, сондай жақсы қалайды екенсіз. Көзім шайдай ашылды. Әрине. Бұл өзімнің белім ғой. Қай жер ауыратынын мен білмегенде кім білсін? Көп рахмет сізге. Денемді өзім үшін дайындап жатырмын. Ей, тату қайда? Сіз сеніп қалдыңыз ба? Ол өтірік тату ғой. Ал маған ұнап қалды. Рас па? Бүгін өз денемізге оралып, бір рахаттанамыз. Иә. Жылдамырақ болса екен. Жақсылыққа.
мені кешірші. Жақсы келін бола алмадым. Бәле іздеп саған тыныштық бермей, ақыр аяғы мынандай болды. Өз өмірімді жөнге келтірмей, сендерді мазалаймын. Еш күмәнім болған жоқ. Жақсылыққа. Анашым, әже. Ай, жаным! Балам? Апа, қалайсыз? Қалай, басыңыз айналып тұрған жоқ па? Бәрі жақсы, балам. Дәрігер шақырайын ба? Алаң болма, керек емес. Сенімдісіз бе? Уайымдама. Майра, не болып қалды? Бәрі дұрыс па? Ояндыңдар ма? Төтенше жағдайлатып келіп қалдың ба? Біз үшін қатты уайымдадың ба? Жүр, әңгіме бар. Жүр. Апа, сізге алаңдауға болмайды ғой. Алаңдамаймын, балам, біз жай әңгімелесеміз. Жай әңгіме болмайын деп Бәрі тұрау. дұрыс. Әке, ұрыспаңыздар. Қалай, Сабыржан? Сонымен ойының қанды ма? Енді біз екеумізде шынымен төтенше жағдай болғалы тұр. Кет. Мен енді сені көрмейтін болайын. Виски? Градус қанша? 40. 80 қып құя берші. Трубада ойнайсыз ба? Ойнағанда қандай. Бұл сізге сыйлық. Әйтпесе бұл жерде босқа шаң басып жатыр. Рахмет, бауырым. Бауырым, рахмет. Енді өздерің көріп отырғандай, әкелеріңді төтенше жағдаймен шығарып салдық. Сондықтан менің ойымша, біздің жатын бөлмені балалар бөлмесіне ауыстыру керек. Және маған немере керек. Тез арада.
бар деймін. Түннің ортасында бұның не, көршілер ұйықтап жатқан жоқ па? Сабыржан, неге мен жейіп тұрсың енді, а? Тез кір үйге. Манты да дайын болды. Бол тез! Қайтем енді. Үйге кір дейм. Апа, алып кетіңізші. Ой, пырмай, сен көтермей қойсаң болмай ма? Ауыр көтерме дегенім қайда? Үйге кір. Апа, ауыр емес қой. Қалай ауыр емес? Мен әрең көтеріп тұрмын ғой. Апа, мынау не үшін? Бұны немерем тебет. Төтенше жағдайым, бол тез. Мынаны тығып Әке, қой. жылдам тыңдайық. Фильмнің соңы. Мәтінін оқығандар: Бекен Кемалданов, Алтынай Нөгербек, Сая Тоқманғалиева, Меруерт Ермекбаева, Данияр Сванкулов, Жібек Тұяқбай. Редакторы Тұрмағанбет Кенжебаев. Режиссері Рита Абишева. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манапов. Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2019 жыл.